Бүгін плюс 200 қылдым. Дәлел бар ма, дәлел? Өте көпші именно осы жаққа келіп алдан қалып жатқан адамдарды. Күнде ойын, күнде той. Біздің жұмыстың рахат, шай ішеміз. Трейдингмен айтпақшы интроверт үшін күшті жұмыс. Так, ойбай-ай. Бірақ мен бүйтіп қара жұмыс істеп жүре бергім келмейді. Қазір көп бизнестер тоқтайды. Товарка кім далада тұр, кім базарда тұр, оның бәрі тоқтайды да. Компьютермен отырып жұмыс істеп ақша табуға. Уже сол заман наступило. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Акцияларды қарап, рынокты қарап, уже аналитика жасай бересің. Тренингтегі ең басты нәрсе ол психология. Әр адамның слабый жерлерін қазір зерттеп жатыр. 15 минут торговать еттім. $44 жазып, пожалуйста. $44. 954 реактивдің бұл соңғы күні болатын. Достар, енді бізде бір керемет жаңалық болып жатыр. Бізде поток болып отырады ай сайын, 25 поток. Осыдан неше күн бұрын бітеді? Бізде Жадырахан 15 күн ішінде. 2 аптадай болып қалды. Бірақ қараңыз, уже нәтиже көрсетіп жатыр. Бүгін плюс 200 қылдым. Да? Олайшы, $200 емес бір күнде? Дәлел бар ма, дәлел? Бүгінгі күнде 6.24.0, 20 ол комиссия ақша не қылған үшін, 16.50.26, 150 ол мен шығарып алған ақшам. 9.55.27.012.3. Жақсы, рахмет. Каспийға түскен көрсете аламыз ба қазір? Қазір өзіңіз ашып алыңыз. 2600 теңге болған өзімде, міне $150 түсті. Братишка мама берген ақшаларым ғой, енді кішкене жаратып отырмын бәріне. Сіз еще тренингтен шығарған ақшаларыңызды подарок ретінде жіберіп жатсыз ба? Иә, братишкам студент бар, соған жіберіп отырмын. Мамама бүгін жұма ғой деп, сол анасына мамаға жіберіп тұрамын. Енді жұма гүлі, жұма подарок дегенде мамама жібердім. И сосын сіздерге шайға. О, машалла, рахмет, керемет. Күшті мотивация болды деген ойдамын, иә? Жалпы тренингтен табыстау реально ма? Ол иә, реально мен басына сенбегем. Сосын мастер-классқа барған кезде де тоже кішкене қорқыныш болды. Бірақ мен Ареланың мотивациясын көрдім да, не үшін 18 жастағы қыз істей алмағаны, мен не үшін істей алмаймын, менен 10 жас кішкентай қыз деп, өзіме мақсат қойып, сол күні мен мастер-класстан алдым. Оқимын дедім, до конца барамын дедім, результат шығарамын дедім, құдай артын шығарам. Мына жаққа келіңізші, мына жақты көрсейін. Таныс алғаныңыз ба? Иә. Не үшін? Бүгінгі мен табысым, еще бүгін жұмаға түсіп тұрған соң, мен ойымда бұл жерде, если жақсы табыс тауып атсам, мен дастархан жаям, немесе үйде шерпек істеймін, бір самса істеймін дегендей, оған уақытым болмаған екен, осындай көп ақша тауып атқан екен, лучше сатып алған дұрыс дедім да. Осы сіздерге командаға осылай қазіргі болып жатқан реалити шоудың адамдарына жұмыстан кейін келеді, бәрі шаршап келеді, кішкене шай ішкісі келеді дегенде, шайға сіздерге өз ақшамнан бір кішкене бөлігіне осындай зат алып келдім. Машалла, біздің студенттер супер ғой. Бүгін енді бізде 5 серия басталайын деп жатыр. Осы уақытқа дейін енді әртүрлі нәрселер болып келді. Бүгін енді ішкі кухняны көрсетеміз. Яғни трейдинг туралы кішкене көбірек сіздерге ақпараттар айтатын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Жаңа мен өзімде бір жағынан ноутбугым болды, бір жағынан сол тәттілерім болды, суларым болды, фруктіге кішкене ауыр болды заттарым. Сол үшін енді қазір сіздермен бірге фрукты алуға барамыз. Бүгінгі табыстан шашам бөліскен сайын берекет артып қойсаңыз. Сол сенім бар менде всегда. Мен до конца шашқанды, сосын барып қайта жинамаған жақсы көремін. Жалпы негізі жұмысыңыз нешеге дейін? Негізі сағат 9-дан 6:30-ға дейін новый жұмысым бар ғой, жаңа баратқаным. 9-дан 6:30-ға сіздікі жаңа медицина саласында болғансың ба? Жоқ, ана жақ. Мен медицина еще біттім, кеттім. Болды, иә, карьеріңіз аяқтаңыз. Бітті, иә, медицина. Табысыңыз күшті болып жатса, жұмыс тастап кету жоспарда ма? Может быть. Тастап қалуым да мүмкін. Приказ бәрі шығып тұр ғой. Проклар мына жақта екен. Иә. Американский осындай жақсы екен, үйде отырып аласың, тамағыңды ішесің, или бір жерге барып кофеңді ішесің, қыдырып жүріп, осылай ақша табасың. Былайша айтқан кезде онлайн Америкадағы жұмыс істейсіз ғой, иә? Иә, онлайн Америкадағы жұмыс. Бірақ біз өкінішке бізде адамдар көп кредит алып тастаған, жұмыстан шығайын десе уже кредиті бар, и бір клеткада өмір сүріп жатқан сияқты бір не болады, иә, ощущение. Неудобно, иә. Өкінішті бар ғой. Иә. Біздің Қазақстанда, иә, 2-ның бірінде кредит па даже, үлкен кісілердің, пенсионерлердің ішіндегі $200 қанша теңге? Мысалы 100 мың теңге ғой почти? 100 мың теңге, иә, 80-100 мың теңге дейікші. Бір күнде ойлаңыз. Бір күнде тапсам, есеп көрдім да, если рабочий күн бізде 20 күн ғой, енді мынандай. Суббота воскресенье демаламыз. Иә, 2 миллион теңге ақша. Бүйтіп қарап қойсаң, қандай күшті деп. Былай негізі андай семьяңызға бір көңіл білмей қалып, мына нәрсеге көп кетіп қалып, ондай болып жатқан жоқ. Күнде қанша уақыт примерно арнайсыз сонда? Көп уақыт арнаймын. Тез анализімді жасаймын да, тез істеп түсемін. Примерно қанша уақыт? 15-20, негізі общий 24 сағаттың ішінде бір 2 сағаттың бәрінен болды. 2 сағат ішінде өте керемет. Өте күшті. Енді біздің шоуда кімді фаворит қылып санайсыз? Бәрі деп айтамын. Именно кім мысалы сіздер?
болады ғой прям вау дейтін ше. Вау дейтін менде Арунды вау деп айтады. Арун, иә? Сосын Нұрлыбек Иә. сол күшті алтын жағынан бізде форекс жағынан и потом Ақтоқы тоже Мықты, иә? мықты, иә, Жақсы. күшті. Сол Енді фавориттердің бірі өзіңізсіз ғой енді. мен андай слишком емес, енді начинающий болған соң, Иә. бірақ осыған да шүкір. Бірақ енді нәтижелі жаман емес, иә? Жақсы. Группаластарыңызбен өзіңіз бірге бітірген араласпасы? Араласамыз, өзіміздің чаттарымыз бар. Мен оларға наоборот сигнал беріп отырамын кәдімгідей. Алтынды мотивация. зерттеп, мотивация беріп айтамын, осылай істеңдер, плюс боласыңдар, көп алмаңдар, рискін сақтап кіріңдер деп айтамын. Бірақ өзім иногда риск сақтамаймын деп. Таңырсаңыздаршы қалған мәселені. Йо. Қалай көтермекші болдыңыз жалғыз? Білмеймін, осы сол үшінға қайтадан сіздерді алып келіп тұрған. Жаңаның өзінде қорқынышты болды, кішкене Жақсы. ауыр зат болған соң. Қанша шықты? 5400. Енді қанша доллар? 11 доллар болды. Енді сіздің ниетіңізге рахмет, давайте мен өзім атынан айтайын. Жоқ, мен Жоқ, өзім алсам. мен ағай. Жоқ, өзім алсам. Сіздің ниетіңізге рахмет болды. Сіз ниетіңізбен төлеп тастадыңыз, мен арғы өзім естей саламын. Сіз ақшаңызды лучше жинаңыз. Рахмет сізге. Давайте. 5400 костюм сіздерде? Екі. Сіз жаңа ниетіңізге бола ғой енді, ниетіңізбен алғыңыз келді, төлегіңіз келді. Сол үшін рахмет сізге. Ала берсе табысыңыз арта берсін. Амин. Иә, ала берсе Қазақстанда трейдинг саласын бірге дамытайық. Амин. Қазір бұл салада өкінішке орай аферистер де көбейіп кетті. Өте көп ше, именно осы жаққа келіп алдан қалып жатқан адамдарды сол үшін кішкене сауатты болуына үлес қосамыз, ала берсе. Мен өзім қуанамын сізден үйренгеніме, андай алданып қалмай, кәдімгідей үлкен суммамен бастап, қазір бастап жатырмық қой енді. Соны үлкен сумма тауып жатырмыз. Біреудің ақшасын санағанды жібермейсің ғой негізі. Оны есептеу керек, санау керек. Неше Менде 508 қалған. Иә, сосын Қазір 613, қайтадан 100 доллар. 110 сонда сізде бүгін 105 сонда 260 доллар. 260. Жоқ, 255 доллар. Енді оны теңгеге ауыстырып жейікші. Қанша? 255-ті өлтеміз 485. 20 шығады. Таза жоқ. Иә, таза жоқ. Бір адамымызда потасы ғой, қарап тұрсаңыз ше, мен бір күнді тауып отырмын. Қалайсыздар? Бүгін тоже не пустыми руками. Бірақ бүгінгі подарок менен емес. Жадыра ханым бүгін 250 доллар тапқан екен. Жуып жатыр сіздерге. Сәйсіз, ар жақта торт бар, фрукты бар. Ар жақта бізде группада Нұрлыбек мырза капитан, қазір өзінің опытымен бөлісіп отыр командасымен. Нұртай біздегі ең жас участник 18 студент. Он как раз жума, шай жасайды, вообще көп талайды, сіздер жақсы Зеленый кеште көрдіңіз ғой жолға. Енді мына жақта бізде қыздар дайындық баса кетті. Ана мектеп кезінде бір вечеринка өтеді ғой, сол сияқты. Айгерім не болып жатыр? Саламатсыз. Не деп айтып ұмытып қалдым деймін. Жақсы. Рахмет енді. Ала берсе осындай трейдерлер көп болып, осылай тек қана қазақтың дастарханын тек қана жақсылыққа жайла берсін. Енді қалай қуанбайсың осындай нәтижеге шығып жатса. Ала берсе бүгінгі серияны осылай бастаймыз. Майса қазақ байысың, сіздер де миллионер болыңыздар. Жоқ, мен ол жаққа отырамыз. Қалай болып жатыр жоба сіздерге? Күшті болса, күнде вечеринка кеткім келмейді, мен бар жерді бітірмей қойшы, кетпей қойшы десең де. Күшті мықты. Жалпы негізі өте қызықты болып жатыр. Бір-біріңізге бауыр басып, Жастармен керемет болатыр вообще, өзімді жасап кеткен. Күннен күнге тәжірибе алып жатыр. Білетін балалар өздерінің нелерімен бөлісіп жатыр. Вообще күшті. Міне бүгін бізде Жадыраған 250 доллар тапты. Бүгін соны бізге дастархан жайып, өзі кішігірім тойлап жатыр. Күнде той бізде негізі. негізі андай ғой, қазанда бір той өткізетін кезде бір ощущение болады ғой, не болады екен, қалай болады екен деп реалити өткен сол сияқты кішкене сондай нәрсе болып жүр. Енді іште ала берсе бәрі жақсы болады деп ойлаймыз. Аха. Біз жақсымыз ғой, Құдайға шүкір. Күнде той. Күнде ойын, күнде той. Біздің жұмыстың рахат, шай ішеміз. Жоқ, тойдан бұрын ең бастысы жақсы тәжірибе алып жатыр. Соған қуаныштымыз. Жақсы, өте керемет балалар. Барлығының тәжірибесі өте мол, мынау әсіресе жас балдар күшті бөлісіп жатыр. Рахмет. Осы командаға қосылғаны өте қуаныштымын. Рахмет. Реально табыстау қалған екен трейдингте? Әрине болады. Бұл жерде ақша көп. Егерде дұрыс анализ жасап, дұрыс білім алсаң, өте қосымша табыс табуға возможность бар. Ең бірінші конкурент жоқ, конкурент. Ең бірінші сол ең күштісі. Американың ақшасы жетеді бәріне. Американың ақшасы бәріне жетеді. Сосын міне қараңыз, какой-то бір неше минут, неше сағаттың ішінде Жадырахан 250 доллар тапқан. Адамдар бір күнде жалақысы, күндік жалақысы 10 мың, 12 мың ғана ғой. Ал ол жәнегі 250 доллар емес, шамамен 125 мың теңге. Иә, ол деген біреудің бір айлығы мәселе қарап отырсаңыз.
Қазақстанда не скрываем, біреулер мәселен 70-80 мыңға зарплата алады. Иә. Самый минимальный зарплата 85 мың ғой, иә. Әр қазағымыз бай болуға лайықты, бәріміз де бай болайық. Амин. Алла Ереке, Розахан 2 минус қойды ғой. Соны плюспен жауып тастаған ғой. Бүгін қанша болды? Үстінен плюс 40 примерно. солай. Общий 160? О, керемет нәрсе. Бізде наоборот 25 поток сила. Бітіргендерді 2 апта болса да молодцы вообще. Я сегодня хороший, ребята. Мен бәрін жақсы, мен жексұрын емеспін, енді бәрін жақсы көремін. Достастым, давайте көрсетейік. Эй, родной ғой, родной. Бірге трейд жасаймыз. Еще весовой категория қарамай деген. Еще қазір бұл жарысқа дайындалып жатыр екен. Сол кішкене сол моменттерді обсуждать етіп, поддержкасын беріп. Мен Астанадан ғой, қасына барып, поддержка беремін. Неден жарыс? Рукопашкаға шығамын дейді. Рукопашка жасасың, маза жоқ. Екі қолмен аласың ғой, екі қолмен. 15 сағат болады. Қазір. Да, Нұрсұлтан Абишевич десең. Алло. Реалити Дубайға барып түсірек дейді келе шол. Жалпы қазір мамандық көп қой, неге именно трейдинг? Нұртай. 5 минутта ақша тауып аласың 10 мың 20 мың теңге, например. Күнің бойы жұмыс істеу керек жоқ. Сол бір плюс. Любой жақта істейсің, екінші плюс. Сен келмесе істемей ақ қойсың, тағы бір плюс. Жақсы. Жұмыстан қарағанда жақсы. Мен бөлшеп қойрақ. Розахан, жалпы енді қиын болып жатқан жоқ па? Үйрену, жалпы табыс табу. Енді сіздің бітіргеніңізге 2 апта болды ма? 10 ғана болды ғой негізі. Қалай болып жатыр жалпы? Табысқа жетіп жатырмыз, табысты болып жатырмыз. Маған оңай сияқты. Жалпы тауып жатсыз, шығарып жатсыз. Иә, бүгін $500 шығардым. Машалла. Керемет қой, қалай қоймайсың? Керемет, жоқсыз болсын баршамызға. Жоқ, трейдинг күшті. Жаңағы қысқа уақытта ақшаң тауып аласың, осылай кайфовать етіп жұмыс істеп жүресің. Келесі реалити вообще шетелде өткізсек дұрыс болады негізі. Вот сондықтан трейдинг это бизнес будущего, дело будущего, потому что әлем секунд сайын дамып жатыр ғой, көріп тұрсыңдар ғой. Сондықтан трендтен қалмау керек. Сен әлі күнге дейін қара жұмыс істеп жүре бермейсің ғой. Сен трендтен қалмауың керексің, түсініп отырсың ғой, иә? Вот сондықтан жаңа білімді меңгеріп, жаңа бизнесті меңгеріп, пирогым. Иә, жаңа пирогты ойлап отырмын. Иә, сондықтан білім алып, сразу практиковать етіп, ақшаң таба бер. Пирог жеңдерсе короче. Но не советую десең қалжың. Вот нормально бар. Келесі сұрақ. Трейдингмен айтпақшы, интроверт үшін күшті жұмыс. Өз-өзіңе отырасың. Сөзін бөлмесеңші? Болды. Интроверттер бар ғой, мысалы бізде Айгерім жесткий интроверт. Мен бұны кеп мазгасын итерем, бұл бүйтіп отырады, сөйлес бүйтіп ол. Сондықтан қазір көбісі интроверт адамдар ғой. Көп сөйлескісі келмейтін, бір помещениеде отырып, спокойно жұмыс істейтін адамдарға, интроверт адамдарға жақсы жұмыс. Иә. Ең артынан қайталаңыздар. Орындарыңыздан тұрыңыздар. Тұрыңыздар, бір сілкініп алыңыздар. With a common denominator. Енді айтып жіберсек осы. Алтын Күн аспаны, алтын бренда. 3, 2, 1. Al, давайте, стартуем. Кет. Честно, пока бексізде болып тұр. Ақтоқам, сіз қандай позиция? Лонг па, шорт па? Қайсы?
Қайым дейді? Жасат, түсіп жатыр. Мықты ойын болатын. Қанша болды біз? Мен сізге подкаст жасап жүрмін, 171 деп ше. Мысалы тұныр, жағымыз. Тесла келер, Тесла непонятно. Подтверждение жоқтау. Қой негіз біраз ұстауыңыз керек және. Болады. Нұртай шықшы. Жабайма жаппа қойма. Жабасаңыз. Жабасаңыз. Текпен жаптым. Қанша? 30 доллар. Ой, хорош. Bunu kaç tırdınız? $47 таптым. Сол $47 Каспий счетына түсейін деп жатырмын. Қазір олар үйінеміз. Шешіп аламыз қазір. Ал, Каспийіңіз қараңыз. $47 түсті, міне құтты болсын, берекелі болсын. Рахмет. Общий плюс 268. Бүгін мен общий жалғыз. 43 доллар. Міне қараңыздар, моментально түседі, міне $55. Опа. Каспийдің осы жерде міне қараңыз, мың қалды. Каспийдің ойдан көрсеңізші. Ойдан не шығар? Міне $55. Ал, құтты болсын. Рахмет. Бүгін 5-ші серияның жартысы аяқталды десек болады. Бүгін күнімізді өте жақсы аяқтадық. Міндетті түрде комментарий жазған адамға мен сыйлық беремін деп айтқан болатынмын. Сондықтан міндетті түрде жазылып, каналға жазылып, комментарий жазып жүріңіздер, қолдауларыңызды. Мен сезіп отырамын, ол маған өте қатты керек. Мен енді алғашқы жобам болған соң бір кішкене қатты переживать етіп жүрмін. Ана бір той жасайтын кезде болады ғой, бір шоуста қалай болады екен деген сияқты. Сол сияқты енді Қазақстанда бұрын сонды болмаған енді бұндай нәрсе. Өйткені трейдинг бойынша екінің бірі былай рисковать ете алмайды. Сол үшін сіздерден қолдау керек болып жатыр. Парақшаға жазылып, міндетті түрде қолдауларыңызды күтемін ғой енді, иншалла. Ерасыл, қалайсыңдар? Ежданчик келеді екенсіңдер, бүгін келіп қалдық. Кіргізіңдер? Сұхбаттасуға. Что-то дайын болмай қалдық қой. Неждану дейді. Қайттан бастаймыз ба? Жоқ, давай, как есть. Құрметті көрермендер, үйіме қош келдіңдер. Қазір енді бәріміз отырып бір чай жеп алайық. Мен кішкене дайын болмай қалдым енді. Бір үстіме киіп алайын, сосын чай жейміз отырып. Бұнда серьезно, бүгін менен бастайын деп жатсыңдар ма? Капец, енді реалити болғаннан кейін солай болады шығар. Онда, короче, мен Астанаға бостан-бос келген жоқпын. Бүкіл жұмысымды тастап, мамамды тастап, жалпы өмірімді тастап, артымда, алдымда үлкен целдар тұр, артымда қанша пройденный путь дейді ғой, соның бәріне қазір шай ішіп отырып айтайық. Кеше тойдан келген манты бар, мантымен чай ішейік. Так, ойбай-ай, десе сөйтіп бастасаң. Короче, так, мен көп нәрсені тастап келдім ғой, негізі. Бірақ мен возможность көріп тұрмын. Мен өзім негізі по жизни достигатормын, ашпын да мен ше. И Аллаға шүкір көп нәрсеге жеттім. Бірақ мен бүйтіп қара жұмыс істеп жүре бергім келмейді. Всегда. Түсініп отырсыздар ма? И қазір мен возможность мен осы жазда, естеріңізде болса, рух реалити болды ғой, екінші сезон. Содан кейін мен Астанаға келген болатын. Мен сол кезде бір Ерболат Уашев деген жігітпен таныстым. Ол өзі трейдингпен айналысады, сол саламен, сол бизнеспен өзінің жағдайын жасаған. И ол жігіттің өмірі маған қатты қызық болды өйткені.
на расслабоне жүреді, кайфпен жүреді, кешкісін ақшасын жасап алады да, смело бара береді, кездесулерде жүреді, бизнес форумдарда жүреді. Ал менің өмірім жанталас қой, короче. Жанталас, и мен өз-өзім жоғалтып бара жатырмын да. Аллаға шүкір, бұрынғыдан қарағанда ақша бар, бірақ уже жаңа бизнес, жаңа бағыт, жаңа білімді іздедім, жаңа энергияны іздедім. И, короче, сол реалитиден кейін Ерболатқа келдім. Айттым, брат, мынаны үйретші маған. Мен бұл жердің возможность көріп тұрмын. Неге? Өйткені мен әлемді зерттеп сөйтіп жүрген адам болғаннан кейін, қазір әлем неимоверно дамып кетті ше. Қазір роботтар жұмыс істейді. Осылай уже білімнің заманы да қазір андай қара жұмыс істеп қолмен жасап жұмыс істейтін заман өтіп кетті да. Просто компьютермен отырып жұмыс істеп ақша табуға. Уже сол заман наступило. Андай айтады, будущее наступило, да, будущее и так наступило. Мен айтам, брат, мен қалып баратқан сияқтымын. Давай үйрет деп, короче, сол как раз поток басталып жатыр екен. Потокқа кіріп кетемін. Еще Ерболаттың жеке сабағын алып аламын. Ол мен жеке оқытады кураторлармен, еще сол потокпен бірге оқимын. И сөйтіп ең бірінші форексті бастап кеттім. Форекс деген валютамен бастайды, короче. И сонымен кәдімгі ақша тауып бастадым. Сосын мен Алматыға кетіп қалдым да. Алматыға кетіп қалып, сосын өзім жүріп, также фокусым шашырап кетті. То ана жұмыс, мына жұмыс, съемкың бар, анаң бар, мынаң бар. И мен айттым, былай жүрсем, как бы чики болады. И көп уақыт пропускать етіп алғаннан кейін, я опыт жетіспегеннен мен айттым, что-то не то. Мен лучше уақытша Алматыны тастайын, бүкіл съемкасымен, несімен бәрін тастайын, бизнесті делегировать етейін де осы жаққа келейін деп. Нартәуекке бір күнде шешім қабылдап, екінші күні Индирамен такси шақырдым да, короче, кетіп қалдым. Сөйтіп келіп алдым. Келіп алғаннан кейін сразу Ерболат айтты, реалити болады бізде. То есть бізде оқып кеткен мықты студенттер бар, мықты емес студенттер бар, енді бастаған студенттер бар. Соларды просто бір қазанға саламыз да қайнатамыз. То есть только трейдинг болмайды, уже челлендждерің болады, обсуждение болады, неше түрлі энергетика болады. Ал мен айттым, мен одан қорықпаймын деймін, потому что мен ондайдан өтіп шығамын. Потому что бізде білесіздер ғой, ана рух реалитиде небір отморозктар жиналады. Ол айтам, Ерболат, маған маңызды емес. Мен пришел за результатом. Мен адамдарға айтқам, 1 миллиард жасайым, осымен мен возможность көріп тұрмын. И, короче, осымен жасайық давай деп. Депозитке ақша салып, кішігірім $500 бастадық пока. Сөйтіп бастап кеттік. Бізде міне Астанада мен келе салысымен сразу аяз басталды, қар басталды. Ол деген бізде қазір өкінішке орай бизнестер осындай погодный условияға қарайды, өздеріңіз білесіздер ғой. Вот. Ал мен өмір бойы уже қарасам 17 жылымды базарға арнаппын да енді. Не считай, щегол кезінде бәрін. И қазір көп бизнестер тоқтайды. Товарка кім далада тұр, кім базарда тұр, бәрі тоқтайды да. А вот мен үйтіп жүргім келмейді. Сезонға қарап, мынау бола ма екен, болмай ма екен, постоянно стрессте, давлениеде өмір сүргім келмейді да. Мен соны көріпсіңдер ғой, примерно Астанаға не үшін көшкенімді. Вот. Сондықтан бұл қазір біз үйден шықтық енді. Күштілеп отырып кофе ішіп алайық. Дальше уже сендерге көрсетем. Міне, американодан ұратынымыз бар енді. Тағы бір нәрсе айтқым келіп отыр қазір. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді ғой. Мен оны жаным ашып айтып отырмын да негізі. Өздерің білесіңдер, міне қазір. Мен қаншама жыл грузчик болып жұмыс істедім. Потом неше түрлі вагондар түсірдім. В общем, потом магазинде жұмыс істедім, продуктовый ше. И мен айтқым келетіні, бізде бір дерт бар. Қазіргі біздің артымызда келе жатқан жастарды вообще осы адамдарда сразу бастаған нәрсесіне сразу жеткісі келеді да, результат ше. Это так не бывает, ребят. Кез келген нәрсеге білімді, ең бірінші білім, одан кейін упорство, берілмеу керек. Шыдамдылық талап етеді. Басың, жүрегің таза болсын дейді. Это былай жалпақ тілмен айтайын. Өз күліп жүрген адамның жол жеңіл болады, байқайсыңдар ма? Өздерің қазір жұмыс істеп жатқан кругта любой бір адам болады. Күліп жүріп, все на спокойке сөйтіп жасайтын ше. Вот сол адамға қараңдаршы просто. Почему? Потому что он настроениесі жақсы да. И мен с утра тұрғаннан кейін жаңа көрдіңіздер, үйде де күшті бір завтрак ішіп, музыка тыңдап, өзім сөйтіп настроениемді көтеріп аламын. Потом осындай бір кофейняларға кеп, күшті дәмді кофе ішіп, энергиямды көтеріп, Алла тағаламмен сөйлесіп, дұға жасап, уже настрой ұстай бастаймын. Көрдіңдер ма? Вот это самое главное, маңызды. Қазір енді біз офисқа жақындадық, iTrade компаниясына. Қазір енді ішіндегі атмосфераны көреміз, е? Вот, сондықтан менімен бірге бол.
О, ассалаумағалейкум. Қалайсың, жақсы ма? Голливуд болып отырсың. Ассалаумағалейкум, жағдай қалай? Файтрейттің командасы қазір, как обычно, біз білеміз, аналитика жасап отыр уже бұл жігіттер. Не көрсет қойық сразу? Не, уже аналитика жасап отыр. Келесің, күшті настроениемен акцияларды қарап, рынокты қарап, уже аналитика жасай бересің. Вот содан кейін уже кешкі сағат 7:30-да рынок ашылған кезде торговать ете қоясың, и все. Ең бірінші не істейміз? То есть мынандай сайтта біз жаңалықтарды оқимыз. То есть жалпы не болып жатыр, экономика, валюталар не болып жатыр, акциялар не болып жатыр, соны бір қарап аламыз. Вот. Бұны қарасақ, асыл бір маңызды жаңалық жоқ екен. Вот. Оны енді қазір жаңалықты investing.com деген сайт бар. Вот, солар сол жерден көресіздер. Енді оны қазір мен жалпақ тілмен түсіндірейін, потому что көрермендер әлі бұл темадан далекий ғой. Вот, біріншісі жаңалықты қарап аламыз. Одан екіншісі міне қарасаңыздар, мына жерде вот өзіміздің основной платформа торговать ететін жерден міне мен мысалы қазір Тесланы қарап отырмын, акцияға аналитика жасаймыз. Аналитика міне в принципе дайын, бір 2-3 акцияларды қарап аламыз. Бізде рынок ашылуына, жарты сағат қалды. Я волнуюсь. Бүгін еще Ерболат в прямом эфире, то есть Zoom-да лайфтрейд жасайды. Лайфтрейд деген осы жерде оқып кеткен студенттер бәрі Zoom-ға кіріп, бірге аналитика жасап, бірге торговать етеді. То есть бүгін масштабно трейд жасаймыз. Вот, бізде мына жақта қарасаңыздар, бәрі аналитика жасап, уже рыноктың ашылуын күтіп отыр былайша айтқанда. Бәріміз сақадай саймыз, настроенный, заряженный, кішкене менде волнение бар, потому что бүгін ведущий мен ғой енді примерно. Қалай Ерболат, бүгін қалай ойлайсың, мен табысқа жетем ба? Бұйырса жетесіз. Волнение любой адамда опыт болмаған сондай болады ғой. Опыттан кейін бәрі смело. Рингке шыққаннан қиын емес деп ойлаймын. Сонымен бірдей болып тұр рингке шыққанмен. Все, олай болса бастаймыз. Кеттік. Торговать етудің алдында обязательно қанша штуктан аласың, ETR қанша, в общем, бәрін соны есептеп, қанша штук алуың керек, по-любому жазуың керексің. Осылай, негізі психология қатты рөл ойнайды ғой трейдингте. Сол үшін осылай трейдингтің алдында 5 минут қалған кезде, 10 минут қалған кезде осылай эмоцияны шығарып тастау керек. Сосын қараңыздар, мына жерде барлығы тыңдап отыр ғой, қазір Zoom-да қараңыз, бізде 50 адам отыр, мына жерде офлайн отыр, еще Алматыда отыр, сонда бізде қазір 70 адам қатысып жатыр. Трейдингтегі ең басты нәрсе ол психология. Қазір қараңыздар, асықпаңыздар. Как будто жақсы нәрсе көрсетіп сатып алуға сіз кетіп қалатын емес. Сол ошибканың бәрі содан басталады. Ең бірінші бұл трейдинг деген негізі өз-өзімен күрес. Біреудің айтқанда құлақ түре сап, өзіңіздің неңізді шығыныңызды есептемей кіріп кетсеңіз, о да қатек болады. Сол үшін асықпаңыздар. Холодный разуммен жасалатын нәрсе. Ақша табыс табуға бола ма бұл жерде? Болады, иә. Болады. Не істеу керек ол үшін? Асықпау керек. Бұл жерде 100% деген нәрсе болмайды. Кейде біздің анализіміздің өзі кейде бізді подвайт ететін кездер болады. Сол үшін ондай кезде біз өз-өзімізді басқара білуіміз керек. Все, жақсы, онда бүгінге сәттілік. Үшке дейін баруымыз мүмкін. 178-да. Сонда мына жерде соотношение есептеу керекші. 178, 183. Қараңыздар, мына жерде былай санайсыздар. $100 бар. Мен $600 шешем деп тұрмын. Бұл бір аптада тапқан ақшам. Ана аптада міне қазір өзіне лақтырып алдым. Бұны қазір депозитке қарай лақтырамын. Акцияда айтамыз ғой, 2 в 1, 3 в 1 деген нәрсе бар ғой. Бұл да кішкене соған келеді. Стоп-лосс ордер бұнда қойды деген өзінде қараңыздар. Бұнда даже бірге болмайды да. И бірақ біз 5 минуттық ордер блокпен кірдік. Ерекең не істегенсіңдер? 5-ші серияға жетпей ұйықтап қалыпты ғой анау. Ұйықтап жатыр ғой, ема. Құрметті достар, бүгін бізде 5 серияның жалғасы.
5 серия неге ұзақ болып кетті деген сұрақ келуі мүмкін. 5 серия ұзақ болып кетті, себебі біз қазір обмен опыттар ішінде бізде көбінесе негізі новичоктарды таңдап алдық, чтобы реально нәтижеге жететінін көрсету мақсатында. Осы жобаның негізгі мақсаты кез келген адам кез келген жаста, яғни ешқандай кедергі қарамай трейдинг саласымен айналысып кете алады деген әр адамның слабый жерлерін қазір зерттеп жатырмыз, сол кісілерге ақыл кеңесімізді беріп жатырмыз. Және қазір данный момент үстінде сабақ болып жатыр. Осы жобада біз барынша адамдарды нәтижеге жеткізуге тырысатын боламыз. Және міндетті түрде осы видеоны көріп отырсаңыздар, сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Және төменге 3 досыңызды белгілеп, немесе жақсы комментарий жазатын болсам, сізге міндетті түрде ақшалай сыйлықтар болсын, былай да сыйлықтар болсын тарататын боламыз. Және бүгін біз локация ауыстырдық. Бүгін офиста сіздерді де жалықтырмайық, қатысушыларды да жалықтырмайық деп, бүгін новый локацияда видео түсіріп жатырмыз. Ал сіздерге ұнайды деген үміттемін. Бүгін бізде өте бір маңызды күндердің бірі болып жатыр. Өйткені бүгін Америкада негізгі сайлау болып жатыр. Енді біз Қазақстанға қарағанда американ жаңалықтарын көп зерттейміз. Америкадан Илон Маск біреумен соттасып жатыр ма, или новый нәрсе шығарып жатыр ма, новый роботтар шығарып жатыр, ошол робот такси деген шығарды. Соның бәрі өте жақсы әсер етіп жатыр да негізі. Мына жақта қазір міне обмен опыты болып жатыр. Біздікілер уже бастап кеткен. Жақсы, плюстамыз. Полный результатын потом айтайын деген ма? Жасап вообще. Осы реалитидегілерге де сигнал береміз. Жақсы орындалып кетті. Бүгін менде алтыннан $150 плюс болдым. Акциядан $15 еттеше позицияда отырмын. Дәл қазір 5 стоп-лоп, койын бойынша. Пока бұл жерде $8-10 арасы болып тұр. Бүгін шүкір Аллаға жақсы. Қанша? 10.000 теңге таптым бүгін. Әдемі. Короче, бүгін маған негізі тезірек кету керек ары қарай съемкаға. 15 минут торговать еттім, $44 жасадым, өзім депозитімде 300 болған. Снимать етейік, көздеріңізше көрсетейік. Мне мамам жазып отыр, құтты болсын, миллионер болды. Мам, я тебя люблю. Вот. Нам басамыз. Платежи вывести. И мына жерге минимальный сумма $20 шығара аламыз. То есть мына жерге жазамыз. 44 деп, готово, подтвердить. Окей. Қазір түсу керек. Вот, пожалуйста, $44. O 21 болған, үстіне 22.913. Классно. Кетті. Ана 11 неңіз қалды, и Каспий уведомлениеңіз қайда келді ма? Келетін жаққа барып келмеймін. Опа, келді, сразу. Қазір мен бұдан 150.000 лақтырып аламын депозитке. 150.000 депозит. Міне. Ой, машалла. Ой. Жалғасып жатыр, кеше басқа локацияда болғанбыз. Бүгін енді 5 серияны бұйырса қорытындылаймыз. Жақсы болды деп ойлаймын. Жалпы қалай болды бүгін? Бүгін бізде Алия ханым қанша болды? $81 болды. $81 ма? Құтты олсын, ашшала берекелі. Шешіп алдым. Жетпіс, жақсы. Бүгін сізде қанша болды? 954 машалла. Снимать еттіңіз ба Каспийге? Сіздікші. Дайында қойыңыздар Каспияларыңызды. Асылбек мырза қанша? $31 болды. Жақсы, 15 минут. Міне, сағат 5-те түскен. Мен жаңа ғана түстім. Міне, жаңа ғана түскен. Алия ханым мына жаққа қосып қойыңыз, $75. Жақсы, керемет. Енді бір жаңалығым бар енді сіздерге. Бағана айттым ғой, не жаңалық деп. Білесіздер, реалитиді бастадық, уақыттың бәрін сіздерге айтқан болатынмын. Сондықтан бүгін реалитидің бұл соңғы күні болатын. Сіздермен, бүгін. Сондықтан бүгін аяқтаймыз. Реалити осымен аяқталды. Жалпы сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Бірақ қоштаспаймыз. Ертең кездесеміз. Ертең кәдімгідей күшті киімдеріңіз киіп, жақсы настроениемен. Что-то бүгін қандай ауа райы әсер етіп кетті ме? Бүгін бәрі суық болып отырды, бірақ нәтиже жаман болмады, иә? Давайте ертең күштілеп тұрып келеміз. Вручение болады, әртүрлі нәрселер, ойындар болады. Сол үшін жақсы настроениемен келесіз. Ертең адресін бәрін жіберетін боламыз. Сондықтан жалпы рахмет сіздерге. Бұйырса енді бізде келесі алтын серия болады. Ол жерде нәтижелердің барлығын, рейтингтердің барлығын, кім плюс болды, кім минус болды барлығын ашып көрсететін боламыз. Сіздердің қолдауларыңыз тағы да қайталап айтамын, өте маңызды. Сондықтан бізге комментарийға қолдау білдіріп кетсеңіздер, араларыңызда мен міндетті түрде сыйлық тарататын боламын. Рахмет баршаңызға.